Мен Бейсенқұл Ақгүл Советқызы Парасат Эйджей жекеменшік орта мектебінің музыка пәні мұғалімі және домбыра үйірмесінің жетекшісі. Қазақтың күй өнері өзінің орындалуына қарай, қағыстарына қарай шертпе және төкпе деп бөлінетін болса, олар жанр бойынша тарихи күйлер, лирикалық күйлер, аңыз күйлер, халық күйлері болып бірнеше топқа бөлінеді екен. Халық күйлері ұрпақтан ұрпаққа жеткенімен, шығарған күйшілердің аты жөнінің ұмыт болуынан халық күйі деп аталады. Халық күйі адамзаттың тағдырын, жалпы болмысын суреттейтін, баяндайтын күй. Халық күйлері ғасырдан ғасырға ұласып, ұмыт болмай келетін күй жанры. Айғаным, бүгінгі біздің үйренетін жаңа күйіміз халық күйі келіншек деп аталады. Қазір мен саған сол күйді қалай тарту керектігін көрсетемін. Жарайды ма? Бұл күйге қарасаң мінекей, жылдам, көңілді ойналатын күй. Енді қазір біз бірге осы күйдің ритмін үйренеміз, я? Айғанымыз күйдің қалай тарту керектігін көрдік, я? Енді біз ритммен үйренеміз. Өлшеміне қараса, қанша деп тұр? 6-да 8. Көңілді және жылдам тартылатын күй, я? Мен қазір көрсетемін. Кіріспесін және бірінші бөлімін үйренеміз. Кесіп қоя. Дайындалайық. Бірге өтеміз. Бастаймыз. Аспа. Жылдамдатамыз. Түсінікті ояу жүргенде, енді өзің қайталайсың. Дайындал. Аспа. Жылдамдатамыз. Жарайсың. Түсінің бояу шегеден. Енді ары қарай біз қайырмасына көшеміз. Қайырмасын көрсетейін, бірге дайындалайық. Одан кейін ары қарай сағасына түсеміз.
Енді тартуды үйренейік. Домбыраңды ала қой. Қағыстарына мән берсең, қалай болып тұр? Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары болып тұр, иә? Енді қазір мен көрсетейін. Бас бармағымыз 5-ші пернеде, 1-ші саусақ 4-ші пернеде. Қанша рет болды? 1, санаймыз. 8. 8-де 2-ші пернеге ауысамыз. Қазір өзін қайталай қой. Қанекей. Оңай бола ма? Иә, оңай бола. Енді бірге санап тартып көрейік. Жалпы барлығы қанша сан болды? 8-ге дейін. Енді санайлы кеттік бірге. Дайындаламыз, бастаймыз. Енді келесісіне өтейік. Тартып көрсетейін. Қараймыз. Бұл жерде енді қағыстар өзгерді. Төмен, жоғары, жоғары. Төмен. Өзгерісті байқадың ғой, ә? 2 жоғары қатар кетті. Қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұл жерде 9-ға дейін бардық. Санайық шыққаны. 1, 2, 3. Түсінікті ғой, ә? Келесі жолы көрейік. Бұл дәл 1-ші жолмен бірдей екен. Бірге тартайық. 1, 2, 3 кеттік. 4-ші жолына қарасақ, бас бармағымыз 5-ші пернеден ауыспайды. Астыңғы шектен 4-ші, 5-ші, 7-ші пернелерді басамыз. Қабысы дәл 2-ші жолы секілді, бір төмен 2 жоғары болады екен. Қараймыз, иә? Қайталаймыз. Соңында бізде пауза тұр. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Түсінікті ғой, ә? Біз қазір келіншек күйінің 1-ші бөлімін толық жаттадық, жаздық, білдік. Енді бірге қайталаймыз. Дайынбыз ба? Кеттік. Келіншек күйі бойынша сұрақтарың бар ма? Бұл жаңа айтып өткендей реприза деп аталады. Яғни реприза мына жерден басталып, мына жерден аяқталған жағдайда осы бөлімдерді 2 рет ойналады деген сөз. Жалпы айтқанда реприза деген қайталау дегенді білдіреді. Жалпы күйіміз түсінікті болды ма? Қосымша ақпарат ретінде келіншек күйін YouTube-тан тыңдасаң болады. Қалай тартуы керек, оны қалай түрлендірген, қалай оркестрге арнап жазған шығармалар барлығын тыңдап, осы күйді жақсы меңгеру үшін бойыңа жақсырақ сіңіріп алу керек. Түсінікті ғой, ә? Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау бола ғой.